Депутаттар баспасөз картасына қарсы шықты. Сабақ үстінде телефон қарауға шектеу енгізіледі. Депутат анау-мынау бағдарламаларды жабуды талап етті. Бәшімов ресейлік депутаттың сөздеріне қатаң жауап берді. Білген дұрыс, және мен Эльвира Иванова. Осы және өзге де ақпар алда әзірге каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Бүгін мәжілісте депутат Асхат Аймағамбетов білім беру және тәлімгерлік мәселелері бойынша заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейтін заң жобасын таныстырды. Заң жобасы негізінде бір қатар өзгеріс енгізу көзделіп отыр. Оның ішінде депутат мектеп құрылысы мәселесін көтерді. Енді мектеп, балабақша мен аурухананы салып алмай, көп қабатты тұрғын үйлерді салуға тыйым салынады, деді Аймағамбетов. Бізде әлеуметтік нысандармен, мектептермен, балабақшалармен қамтамасыз етіп алмай тұрып, көп қабатты үйлерді салу проблемасы бар. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Әсіресе бізде үлкен мегаполистерде бұл проблема ушығып тұр. Осының кесірінен жұмыс істеп тұрған мектеп 3 ауысымға көшеді, балалардың денсаулығына қауіп төнеді. Ал енді мектеп салайын десе, жақын жерде бос жерде болмайды. Осыған орай заң жобасына жаңа талап енгізілді. Енді мектеп, балабақша мен аурухананы салып алмай тұрып, осындай көп қабатты үйлерді салуға тыйым салынады. Айтуынша тағы бір проблема кішкентай балалардың терезелерден құлауына қатысты. Өкінішке орай соңғы бірнеше жылдың ішінде бірнеше жүз бала осы терезелерден құлаған, қайтыс болған балаларды бар. Сондықтан осыған орай заң жобасымен терезелерді арнайы қауіпсіздік механизмдермен немесе құлыптармен қамтамасыз ету міндеттеледі. Енді сабақ үстінде бала тек сабақ оқиды. Ұялы телефонды сабақ үстінде қолдануға тыйым салынады. Баланың мектепке ұялы телефон алып келуіне шектеу болмайды. Тек сабақ үстінде қатаң тыйым салынбақ. Қоңырау уақытында қолданса болады. Мәжіліс өкілінің пайымынша, оқу барысында бала сабақ оқуы керек. Себебі телефон бұл процеске кедергі келтіреді, деді Асхат Аймағамбетов. Ұстаздармен болған кездесулерде түскен тағы да бір мәселе бар. Бұл оқушылардың сабақ үстінде телефон пайдалануы және оны тыю бойынша заңнамада нақты шектеулердің болмауы. Енді бұл проблема бар. Кейбір мектептерде ата-аналар әрине оған түсіністікпен қарайды. Кейбір ата-аналар оған шағымданып жатады. Сондықтан нақты осындай норма енгізіліп отыр. Яғни сабақтың үстінде бала тек қана сабақ оқу керек, ал телефон пайдалануға тыйым салу туралы норма бар. Бұл мәселеге қатысты депутат Ардақ Назаров та пікір білдірді. Ол оқушылардың мектепте телефон қолдануына мүлдем тыйым салу туралы айтты. Мүмкін болашақта мектептерімізде бір ұяшықтар қойып, балалардың телефондарын жинап алып, сабақ кезінде мүлдем тыйым салу керек шығар. Енді TikTokта мұғалімдерге ешқандай пранк жасалмайтын болды ау. Мектеп директоры штатты өз еркімен өзгерте алады. Бұл туралы мәжілістің жалпы отырысында депутат Асхат Аймағамбетов мәлім етті. Депутаттың айтуынша типтік штатқа байланысты. Мектеп директорында 7 орынбасар болуы керек болса, директор олардың санын өз еркімен азайтуға мүмкіндік алады. Заң жобасында бекітілген штат санының шеңберінде штат кестесінің лауазымдарын ауыстыру құқығы беріліп отыр. Ол қалай жұмыс істейді? Мысалы, типтік штатқа байланысты мектеп директорында 7 орынбасар болса, 7-8 орынбасарлар бар, бізде мектептер бар. Ол өз еркімен маған 4 орынбасар жеткілікті. Қалған 3 орынбасардың орнына мен педагог-психологты алайын, әлеуметтік педагогты алайын, немесе профориентаторды алайын десе, онда дәл осындай мүмкіндікті біз осы директорға беріп отыр. Алдағы уақытта мектепте атақты коучмендерді кездестіріп жүрсеңіз, таңғалмаңыз. Психолог, коуч, бара-бара мектеп директорларында жеке мотиватор орынбасарлары да туындап жатыр. Әрине, бұның барлығы мотивацияны көтеру үшін жасалынатын игі іс қой.
Мәжіліс депутаты Мақсат Толықбай даулы масс-медиа туралы заң жобасындағы пресс-картадағы шарттармен келіспейтінін айтты. Десе де, тілшінің аталған құжат қабылданса, елде сөз бостандығы шектеледі деген пікірмен келісесіз бе деген сауалына нақты жауабын бере алмады. Сіз нақты айта алмайсыз, бұл заң Мен сөз қарсымын, бостандығын мен бұған шектейді қарсымын, жаңа да айттым. Неге қарсысыз нақты? Толықтай заңға қарсысыз ба? Пресс-картаға қарсымын. Бұл қол байлау деп есептеймін журналистерді. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Қазбек Иса министр Балаевадан мемлекеттік тілдегі хабарлардың санын 70%-ға дейін көбейту туралы сұрады. Қазақ халқының саны 70%-дан асып, қазақ тілді мектеп бітірушілер гранты 70%-ға жетті. Ал қазақ тілді әлеуметтік желілер мен YouTube арналардың жазылымдары өзге тілдерге салыстырғанда 10 еседей көп. Бір ғана ойын қазақ фильмі миллиондаған көрермен жинап, рекорд жасады. Бірақ қазақша оқымайтын қазақ үкіметі қазақ тіліне деген талаптың өте жоғары екенін қайдан білсін? Қазақ тілді хабарлардың бәрі елдің жатып қалған уақытында түн жарымда емес, жұрт оқитын уақытта болуы тиіс. Қазақтар түнімен ұйықтамайды деп ойлай ма, түн жарымда телехабар беріп жатады. Қарасаңыз кейде. Бұл қазақша хабарлар 70%-дан кем болмауы тиіс. Аида ханым, маған салса бәрін 100% қазақша қылар едім деді. Бүгінгі таңда 5459 бұқаралық ақпарат құралдары ресми тіркелген болса, оның 90% жеке меншік. Сондықтан ол бизнес субъектілеріне жатады. Сондықтан біз қазіргі таңда мынау экономика министрлігі арнайы сараптама, экспертиза өткізіп жатыр. Енді жаңа орысша айтқанда айырба дейміз ғой. Сол болғаннан кейін осы жауап сіздерге беріледі. Ал екінші жалпы қазақ контенттің көбейту, оның жаңағы пайыздық мәселелері енді маған салса 100%-ға көшуге болатын еді. Мәжіліс депутаттарына масс-медиа туралы заң жобасын бірінші оқылымда таныстырған Аида Балаеваға қосылайық қалаулым сияқты бағдарламаларды жабу мүмкіндігі туралы сұрақ та қойылды. Қазір өзіңіз білесіз, бізде қоғамның наразылығын тудырған бағдарламалар көп ана. Қосылайық қалаулымдарыңызды айтпағанның өзінде одан басқасы да бар. Оның зардабын да халық тартып жатыр. Жаңағы анау-мынау бағдарламалардан танылып алған жастар онлайн ойын платформаларын жарнамалайды. Дәлел бар оған. Оның сыртында неше түрлі ток-шоулар бар. Өзінің қызымен жыныстық қатынаста болған әке туралы бағдарламаны неге көруіміз керек біз телеарналардан? Жынысын ауыстырған адамдарды біз неге көруіміз керек телеарналардан? Министр Балаева депутат атаған бағдарламаларды жасауға бюджеттен қаржы бөлінбейтінін атап өтті. Демек қосылайық қалаулым бағдарламаларының қызық шыжыққа толы өмірін әлі ұзақ тамашалайтын боламыз. Мәжілісмен Марат Бәшімов ресейлік депутаттың сөздеріне қатаң жауап берді. Оның айтуынша Федоровтың сөзі тарихқа қайшы келеді. Ол фактілерді дөрекі түрде қолданып, КСРО-ның ыдырау процесі қалай өткені туралы әдейі үнсіз қалды. Сонымен бірге Федоров өз президентінің ресми саясатына қарсы. Федоровтың және оған ұқсастардың барлық психологиялығы жарақаттарын бақпен парламентте емес, психиатр креслосында шешу керек деді Бәшімов. Федоров выступает против официальной политики своего же президента. В ходе последнего визита в Казахстан Владимир Путин отметил, что казахстанско-российское партнерство базируется на принципах взаимного уважения, территориальной целостности, признания суверенитета и невмешательства в внутренние дела. И как юрист считаю неуместными подобные комментарии со стороны представителей российской законодательной власти. Они вредят прежде всего позиции России как нашего ключевого и стратегического партнера. Все психологические травмы Федорова и ему подобных необходимо решать не в СМИ и в парламенте, а на кушетке психиатра. Бұл білген дұрыс жаңалықтар легі болды. Бізді қолдаймын десеңіздер, каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.